Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге француздық ет тағамын немесе мясо по-французскиді жасаймыз. Жасап көруге кеңес беремін, себебі өте оңай және дәмді. Бізге қажет 2 пияз, жарты түйін көк пияз, 3-4 дана қызанақ, 5-6 дана картоп, 600 грамм фарш. Одан басқа тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және паприка. Әр қабатына майонез жағамыз. Ең алдымен форманы өсімдік маймен майлап аламыз. Одан кейін картоптарды тізіп шығамыз, араларында бос орындар қалдырамыз. Үстінен кішкене тұз сеуіп, майонез жағып шығамыз. Одан кейін фаршқа пияз салып, оның үстінен өз қалауыңыз бойынша тұз сеуіп, қара бұрыш паприканы салып, жақсылап араластырамыз. Келесі қабатымыз фарш болады. Оның үстінен де майонезді жағып шығамыз. Одан кейін көк пиязды саламыз. Келесі қабатымыз тағы да картоп, оның үстінен де кішкене шым-шым тұз сеуіп, майонез жағып шығамыз. Келесі қабатымыз помидор. Помидорларды да осылай тізіп шығып, үстінен шым-шым тұз сеуіп, майонез жағамыз. Қызанақ бұл тағамға ерекше балғындық береді. Мінекей тағамымыз дайын десек те болады. Пешке 180 градусқа 40-45 минутқа жібереміз. Енді дайын болған тағамның үстінен 200 грамм үккіштен өткен сырды сеуіп шығамыз. Пешке 5 минутқа қоямыз. Мінекей сыр тағамның бетінде еріді. Осы сыр да тағамға ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіз, кеңес беремін. Ең оңай тамақ, дәмділігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк қойып, коммент қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда әр видеоны бірден көретін боласыз.